Сәлеметсіздер ме достар, баршаңызға бүгін сіздерге картошкамен өте оңай, жылдам тамақ дайындап көрсететін боламын. Алдымен бір пиязымызды алып осылай үкіштен өткізіп аламыз. Үкіштен өткізілген пиязымыздың үстіне 3 жұмыртқа саламын. Тұз және дәмдеуіштерді салып жақсылап араластырамыз. Картопымызды үкіштен өткізіп аламыз. Картопты үкіштен өткізіп болдым. Енді бағанағы дайын болған жұмыртқа мен пиязымыздың үстіне салып, жақсылап араластырамыз. Неге жақсылап араластырдым. Енді осының үстіне 3 ас қасық ұн саламын. Ұнмен де жақсылап араластырып, бір шетке қоя тұрамыз. Бөлек ыдысымызға помидорды үкіштен өткізіп аламыз. Көкөністерімізді турап аламыз. Үкіштен өткізілген помидордың үстіне көкөністерді және сыр салып, жақсылап араластырып, бір шетке қоя тұрамыз. Табаға сұйық майымызды салып, картошкадан дайын болған массамызды тегістеп, жайып, пісіріп алатын боламыз. Картошканы пісіріп атқанда табамыздың астыны қатты қоймаймыз, орташа отта қойып пісіріп аламыз. Әр пісіргенімізде осылай табамызды сұйық майға майлап, сосын пісіріп алатын боламыз. Себебі жабысып қалуы мүмкін картошкалар. Начинкамызды тең 4 бөлікке бөліп аламыз. Менде картошкадан дайын болған блинилар 4 дана шықты. Дайын болған картошкамыздың үстінен начинкамызды бір тегіс қылып жайып шығамыз. Тағыда картошкамызды қойып, тағыда начинканы бір тегіс қылып жайып шығамыз. Осы процесті қайталаймыз. Барлық картошка мен начинкамды теріп болдым. Енді үстіне тағы да үкіштен өткізілген сыр саламын. Алдын ала қыздырылған пеште 15-20 минут пісіріп аламыз. Мінекей достар, картошкамен дайындалатын оңай тамағымыз да дайын. Енді дәмін көрейік. Бұл тағамды ыстықтау жесек дәмдірек болады. Достар, егер менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, кейінгі видеоларымды жіберіп алмау үшін каналға тіркеле кетіңіздер. Видеоларым сіздерге ұнаса, пайдалы болса, лайк пен қоңыраушаны баса кетіңіздер.
дәмі енді өте керемет достар, еттен де дәмді. Бұл рецепті міндетті түрде дайындап көруіңізге кеңес беремін. Үйде ет болмай қалған жағдайда осылай тамақ дайындауыңызға болады. Немесе кешкі асқа жеңіл тамақ ретінде дайындап жеуге болады. Достар, сіздермен болған Альбина. Кейінгі видеоларда көріскенше сау болыңыздар.